Келесі қонағымыз біздің Лейла Дәулетова. Татар эстрадасы жырларына иң матур шигырьләр язучы, иң матур сүзләр язучы шушы кеше һәм адам белән һава дигән тапшыруның алып баручысы тапаман. Менә бер дигән хатын кыз бит, бер дигән кеше, ләкин хатын кыз буларак бер зур минусы бар бу кешенең. Лейла бит ашарга пешергә һәм кунаклар чакырга яратмый. Конечно, аны бит кунаклар чакырсаң башта көн узын әзерләргә кирәк ашарга. Кунаклар киргән шортларынан карарга, алар кайтып киткәч, соус-сауны жарга кирәк, шулай бит. Лейла булай просто гына операторның кулыннан тота да, меня не волнует, минем һава белән адам тапшыруы. И все, кунакка китте йолдызларга. Килеп керде. Ул обычно йолдызларга бара, беләсезме нигә? Йолдызларның бары холодильникта бер нәрсә бар. Менә килеп керде, кеше югалып калды. Лейла сходу миллион сорау. И теге пока бөтенесенә җавап биреп бетергәнче Лейла өстәлдән бөтенләй буны сыпыртып та куя алмаган. Кайрыл дуслар. Менә сезгә күренмәй бит. Сезгә күренмәй. Менә мин күрәм, бүген йолдызларның өстәленә 1 грамм ризык та куелмаган шул Лейла аркасында гына. Барыбер йолдызлар аша алмый, аны Лейса бар сугып куя иң беренче киреп. Лейса немен Лейла. Юк, менә дөресен әйткәндә, Лейла, рәхмәт сезгә килгәнегезгә бит. Үзегезгә ризыклар, сулар заказ итеп уялмыйча ашап эчеп утырыгыз. Хотя, по-моему, сезгә уялу дигән әйбер таныш түгел инде ул хәл. Киләсе кунагыбыз, бу менә хәр шортларга тиеш. Кем дисезме? Иркә! Иркә хәзер бик танылган җырчы, бит. Бөтен җирдә җырлый, бик популяр. Менә хәзер модны бит инде, модны артистларга бит сәхнәдә кушаматлар тагырга. Менә Басков Золотой голос России булса, Иркә ул Татарстанның от казанган алтын киндеге. Иркә киндеген күрсәтмәсә җырлый алмый ул. Менә аның кырыенда тагын бер егет утыра бит, басып кул булга. Ул Мәскәүдән килгән диджей Радик. Иркәнең егете кадерле дуслар. Радик. Радик. Иркәләдеңме соң Иркәне әле? Менә мин үзем бит. Радик беләсезме нигә монда Мәскәүдән килгән? Мәскәүдә Comedy Club'ка билет фәлән мең тора. Монда нәрсәңә 200 тәңкә? Символияның өчен Иркә түле, Иркәнең акчасы бар полевой. Шулай да Радик тыңлалы мин, бит. Менә син Иркәнең егете икән, бит. Аның кырында икән. Сиңа диджей Радик дигән нәрсә килешми. Ул бит Иркә, син булырга тиеш, вот минимум диджей продамсыз. Диджей Тәүфиксыз. Иркә һәм диджей Кабахат. Менә уйлайрам шунда. Рәхмәт килгәнегезгә, Иркә диджей Радик алкышлар. Тагын бер танылган җырчыбыз, тагын бер зур йолдызыбыз Ландыш Нигъмәтҗанова, кадерле дуслар. Ландыш быел, бит, алтын бар салды. Менә мин дә булдым анда, бит. Менә шуннан бирле бер сорау бирәсе килә, анда кеше күбей, сорарга ялдым, бит. Ландыш, менә син анда нәрсә кигән? Ул трусы кидеме, шорты кидеме ул? Ярау, миңа аннан әйтер бит. Менә Ландыш хәзер шул кадәр популяр, кая бармыйсың, бөтен җирдә аның җырлары ишетелә. Кая карама, бөтен җирдә плакаты, DVD, бөтен кеше сөйләй, бит. Особенно ир кешеләр, менә плакатын сатып алалар да, менә шулай карап уфтанып утыралар. Ландыш, бит, алдашмыйм. Мин дә синең плакатыңны сатып алдым, бит. Бәдрәфкә алып куйдым. Менә көнгә 3 мәртәбә, бит. Иртән бер, көндез бер, кич бер сиңа карап уфтанып утырам инде. Рәхмәт килгәненә Ландыш Нигъмәтҗанова, алкышлар. Аның кырыенда кем утыра дисезме? Фәрит Таишев, кадерле дуслар.
Фәрит Таишев деген сөзні ишіткеш, сразу міне бүтін кіші менен күтіп тұрайынды қар. Міне қар Байрамов айташа кәйбет. Фәрит Таишев, Ибрагимовның малайы, аның орқасындағына көтәрілді, Маменькин сыношек жырлай білмей тауышы жоқ. Әнесі Барс медиаға аттықты, міне қар бүтін кіші менен шушы сөздеріні күтәйбет. Ей, Фәрит шулай. Мен мұнда кіші қаршында алдашып тұруға жиым. Ләкин дұрысын айтканда Фәрит романы шейбет, ол мына бір деген кіші. Барс медианың жетекшісі, шул қадар молодец кіші, бір деген тауышлы бик матур жырлай. Мына Барс медиа елға шул қадар оқша кетірсе, Фәрит Таишев аңа үстінен еще шул қадарлы кетіріп қоя. Әйбет, не көпмі елдызны кіші ету, көпмі кішінің ғұмырын құтқарды, әйбет. Так, Фәрит Романович, по-моему, сіздің бүтін yazған сөзіңізді оқып шықтым мен. Келесі қонағыбыз, қадірлі достар, Искендер Ширажи. Кім білмей, Искендер Ширажи ол журналист, әйбет критик. Міне бірер зур концерт өте екен, сразаның статьялары шыға. Еркәкіндігін көрсете Фәрит әнесі орқасында көтерілді, етағдабы етіп қай. Искендер Ширажи біреуден де қорықмай. Аның машинасын тәкті малға яндырмадылар, шулай еді сәні. Міне, дұрысыңны еткенде ебет, мен сіздің статьяларыңызны yoratып оқим. Міне, Утырам да мен аларын тұтып әйбет. Қорап тұрам да білмейм, аңа ұфтанырғамы, ландышқа ұфтанырғам. Біз міне егіттер бір ойлап тұрдық да әйбет. Біздің сізге шундай предложение, сізге уже өзіңіздің статьяларыңызны рулонда шығара башларға бақын. Чтобы дұрыс болса, міне ұқыдың, қолландың, ландышны ұптың шығып кеттің. Рахмет келгенде, Искендер Ширажи, қадірлі достар. Әміне қар зал шортлайшақ міне қар. Қаршуалығы Сыраяс Фасиха. Міне ебет, міне зал деп қойды ебет. Ләкин міне менім де, сәхнеде артында тұрған дусларымның да ебет. Міне мұнда да бек көп кішінің де сеңа бір сұрауы бар. Егет, сен кім вообще? Какого черта анда юлдызлар арасында кіріп отырдың сен? Жоқ, міне, мен айталар айт, ол фабрикант деп. Менімде әти заводта ашылы, ол бет анда отырмай. Сен айда өскенім түш міне онда кіші арасында. Мен сен флайер берім, мен екінші жолға кересің, әрім. Алғышлар. Шулай оқ бүгін бізде қонақта Зүлейлі Түркіме қадірлі достар. Қызлар әйбет, міне мен сізді нық yoratып таңлайым әйбет. Ләкин міне мен білесің нәрсе ойлайым. Міне сіздің үшігізден әйбет. Точно такой же бір дүрт группа шыға. Дұрысыңны айткенде міне ландышталарға бұйыл келген әйбет. Қызлар, ола қызайлы, менен де группаға, менен де йылдыз боласы келін. Білесің міне сәдеп жауап бергендер. Ландыш сен әлі ешелі қоға. Сен өскенің біраз жер, бір 40-50 жылғы киловес жида келерсің алмасын ұсқан. Бұл шайыруғына рәхмет келеугізге қызлар. Қаменді біздің сұңғы қунағыбыз Рузиль Валиев қайырлы достар. Азатлық радиосының начальнигі бик уважаемый кіші, ләкин мен аның турында бір нашар сөзді айтып тұрмайым, чөнки ол Зиля Валиеваның мужигі, меңа неприятностен нужды қайды. Рахмет келеугізге. Қамен Дэвид, міне сөздің ақырында нәрсе айтасы келе. Қадірлі йылдызлар, бүгін барығызда келгенсіз, рахмет Дэвид. Міне сіз бет енді сәхнеде, сіздің концертларға, сіздің шығышларға кіші келеді, міне аяқларын жайылып отырады. Әйді, рахат ясамын. Әйді, сиіндір мені. Әйді, көлдір мені деп отыра. Біз сізге ғұмырыңызда бірінші мәрте шундай шанс береміз. Қазір сіз шулай айттырып отырыңыз. Бүгін біз клоундар. Рахмет келеуіңізге. Тағын бір алқышлар, Иптәш Байрамов, Комет клубта дарыстау.